тілім менен ардақтымын, арлымын, ана тілім, ең асылым, байлығым. Мынау ана тілі газетіне ашылардың алдында мен қазақ әдебиеті газетінде жұмыс істедім. Сол біздің осы қазақ әдебиетінде жұмыс істеп отырған кезде Жарылғап Бейсенбайұлы деген ана тілі газетінің алғашқы бас редактор бар. Сол ағамыз келді, осыны ана тілі газеті ашылайын деп жатыр, Ереке, осыған жауапты хатшы болып келесің бе деді. Сосын жарайды, көрейік деп сөйттім. Ол кезде енді 89 жыл кезі, әлі тәуелсіздік алған жоқпыз. Бостандықтың самалы есіп тұрған бір қазақтың рухы тасқындап тұрған бір шақ еді сол кездерде. Қазақ тілі қоғам құрылып атты, Наурыз келіп атты, тәуелсіздік келмей тұрбақ. Соның қазақ тілі қоғамы ол кезде республикалық қазақ тілі қоғам болып құрылған. Оның бастықтары қазір марқұм болып кетті, өмірзақ Айтбайұлы деген, Қайдаров деген ағаларымыздың бәрі сол кезде басқарып. Солар енді ана тілі газетін ашайық, ол республикалық қазақ тілі қоғамның үні болсын деп ана шекесіне жазған, сөйтіп жазатын болдық. Сөйтіп күзде емес, қыстың күні не қылдық, бастадық. Соған бас редактор болып Жарылғап Бейсенбайұлы деген белгілі этнограф, жазушы, үлкен журналист ағамыз болды дағын. Бас редактордың орынбасары белгілі сыншы Бақыт Сарбалаев деген ағамыз болды. Жауапты хатшы болып мен келдім. Содан тағы бір-екі жігіттер қостық. Ғарифолла Әнес деген қазір үлкен бір баспаның директоры болып отырған, Аманқос мектептегі Қонысбек Ботбаев, Раушан Мырзахметов, қазір бәрі үлкен белгілі журналист ғалым болып кеткен кісілер ғой енді. Солар алғашқы рет сол шаңырағын көтердік, ана тілі газетінің қалай шығарамыз, не аламыз деген сияқты сол. Сонымен бәрі дайындалып, сол 22 наурыз күні иншалла қазақтың түркінің халықтарының жаңа жылында алғашқы нөмірім шықты. Содан барып тұсауын кесіп, енді жүрексініп қалай болар екен, таралым қалай жинаймыз деген сияқты сондай сұрақтар, көкейкесті мәселелер өзін-өзі туындайды ғой. Содан кейін енді алғаш шығарғаннан кейін бұл енді бұл кездерде әлде тәуелсіздік келген жоқ. Бірақ біздің ана тілі газетінің ұжымы батыл тақырыптарға бара бастады. Соның бірінші Алашорда, екінші тарихтың қатпарларын сапырдық, үшінші шежірені бердік. Сосын енді 70 жыл бойы әбден сол тоқырап келген біздің ислам дінін, соны алғашқы иман шартын бердік. Сондай бір ұтқыр, ел назар аударатын, ел шөлдеп отырған сондай мақалаларды бере бастадық. Және жаңа енді қазір үлкен ғалымдар болып кеткен кісілер, тарихшылар, соларды тарттық. Басқа да сондай белгілі азаматтар тарттық. Соның алғашқы 1, 2, 3, 4 нөмірден кейін өзі жұрттың бәрі біздің газетімізге назар аудара бастады. Бірден енді жазылып бастадық. Сол бір жылдың ішінің өзінде біздің таралымыз 110 мыңнан асып жығылды. Жалпы республикадағы нөмір 1 газет болдық. Егінді Қазақстан, сол кезде Лениншаһар, Жасалыш газеттерінің таралымы өте көп болды да біз сөйтіп. Сондықтан біз бұның несі жаңағыдай батыл тақырыптарға баруымыздан болды деп ойлаймын. Мәселен, мен өзім бір қарудың шоқындырған кім деген бір мақала жаздым, қазақ балаларын шоқындырған. Сонда халықтың газетке деген сұранысы, газетке деген, газет оқудағы деген көңілі ниетіне ықыласынан алаңға халық жинап шығып кетті. Сонда барып сөз сөйлеп, осындай бәрі жағдай дұрыс деп, енді сондай бір нәрседе енді сондай кішкентай ғана. Содан кейін бұлай тағы да бір мықты журналистер тарттық. Мәселен, өздерінің белгілі Марат Қабынбай деген үлкен ағамыз болды, публицист, жазушы. Сабыржан Шүкірұлы деген ағамыз келді 1-2 жылдың көлемінде. Қазіргі жақсы журналистердің ішінде Сәкен Сыбанбай, Самат Ибраев сендерді ана тілі кезінде ол кезде бізде меншік тілші болды. Енді облыстарда да меншік тілшілердің нелерін аштық. Соның арқасында енді газет сол кезде мәселен кейбір ұлылар, мәселен Қонаевпен сұхбатымыз, Жұмабек Тәшенов, сол сияқты ірі ашылмай жатқан
сырлары ішінде жатқан көп бір тақырыптармен бірге сондай үлкен алып жорданың ішіндегі бір көптеген құпияларды шығарумен ғалымдарды сол кездерде 37 атылып кеткен соларды шығарғанымыз халыққа жаққан болу керек. Сондықтан тез жазыла бастады да. Мәселен бір кішкентай эпизод айтайын. Біз сол кезде Жүрсін Ерман басқарған алғашқы айтыс өтті. Ол 3 күнге созылатын болды. Мен жақын айттым, осы бір жазылу жүргізейікші, осы газетімізге қалай болар екен деп. Содан Жүрсін ағамыз айтты, сіз анау неде жоқтың кезде үзілісте ана тілі газетіне жазып жүреді деп айтып жіберіңіз деп. Сосын ойлағанбыз, енді былай әкеліп Қазпоштаның қыздарын әкеліп отырып бір кезде үзіліс басталған кезде халық деген жүгіріп келе жатқан халықты көрдік. Жүгіріп, ана тіл деген махаббат, енді уақыттары жоқ қой жазуға. Содан біз сасып қалып былай жасадық. Түбіртектеріміз жетпей қалды. Олар айқап, боқтап, сендер адам емессіңдер, таныстарыңыз жазасыңдар деп. Енді бір кішкентай эпизод енді. Сондықтан сол ана тілі газетінің рөлі, мен ойлаймын, сол тәуелсіздігім кезінде болсын, кезегі 90 жылдарда қиындық кездерде болсын, сол кезде үлкен бір елдің үдесіне шыққан, елдің рухын көтерген, тілдің рухын көтерген, оның ішіндегі сондай үлкен бір газет болды. Мына қазақ тілі қоғамы сол кезде олардың мүшелері 1 миллиондай сондай өзінің мүшелері болды сол кезде. Жер-жерден кәдімгі сол қазақ тілі қоғамы бөлімшелерін ашып, сонда біз тіл мәселесін көтеруде көптеген жұмыс атқардық деп ойлаймын. Мен жалпы енді мына ана тілі газетінде мен бір 10-15 жылдай жұмыс істедім. Осы тілге, ұлттық мәселеге, ұлттық құндылықтарға деген осы қолымнан келгенше мен де үлесімді қостым. Газетпен бірге, иншалла. Негізі мынау Жарылқап Бейсенбаев 97 жылға дейін, 96 жылға жұмыс істеді. Одан кейін Мереке Құлқынов келді. Ол да белгілі үлкен публицист. Менің өзі Жарылқап та болсын, Мереке де менің ұстаздарым. Мен енді сол 2005 жылы бас редактордың орынбасары болып отқан кезде жұмыстан алып осы Қазақстан заманға газетіне ауыстым. Мына енді 30 жылдық деген үлкен белес. Сондықтан мен ана тілі газеті енді үлкен айбынды газеттің бірі. Өзіміздің тек қана сол жұмыс істегенімізге байланысты емес, жалпы өзім құрметтеймін әріптестерімді. Сондықтан бұл енді осы 30 жылдың ішінде қаншама адамдар жұмыс істеді. Көбісі өнегеде кетіп қалған нелер бар, біздің әріптестеріміз бар. Сол 30 жылдық мереке құтты болсын. Біз әрқашанда қазақ баспасөздері, қазақ газеттері бір-бірімізге тілектеспіз. Шығармашылық табыс тілеймін. Ана тіліміздің шаңырағы шайқалмасын. Әлде ойлаймын, ана тілі көтеретін тіл мәселе өте жеткілікті. Мемлекет тіл әлде қаншама шайқастар, қаншама күрестер, тіл майданы болғанмен де әлі сол тіл әлі толық жолға қойылған жоқ. Мәселесі шешілген жоқ. Мемлекет тілдің қолдану аясы әлі тар. Сондықтан мен ойлаймын, әріптестерім әлде ана тілі газетінің ұжымы сол тілге одан да көп күш жұмсап, одан да көп шабыттанып жұмыс істеп, тілдің туын көтеріп, тілдің мәселесін көтеріп беретініне сенімдімін. Әрқашанда аман болайық, ұжымдарыңызға әрқашанда амандық, есен тілеймін.